Hello friends. Қалайсыздар, құрметті достар, құрметті ұстаздар. Қош келдіңіздер Teach with Aydin каналына. Каналға жазылыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар, және видеоның соңына дейін қарайық. Сіздерге пайдалы болады деген сенімдемін. Okay, let's start our lesson. We start our lesson with stimulating question. STQ. Сабағымызды STQ ынталандыру сұрағымен бастайық. Imagine, елестетейік, представьте, сіз cut, кесіп алдыңыз, your skin, сіздің теріңізді. Просто елестетіп көріңіз, өзіңіздің теріңізді кесіп алдыңыз. After some time, біраз уақыттан кейін, this wound, бұл жара, суреттегі жара, is healed, деседі, жазылып кетеді. What happens? Не болады? Что происходит? During, во время, this healing process. Осы емделу процесі during, кезінде, what happens? Не болады? Что происходит во время процесса лечения? Let's go. So, stimulating picture. Балаларға ынталандыру сұрағын береміз. Балалар қалай ойлайсыздар? Бұл суретте не көрсетіп тұр? Біздің тақырыбымыз қандай болуы мүмкін? Yes, and this is division. This is a cell, and this is a division. It means cell division. Today's topic is жасушаның есеуі, бөлінуі. Yes? Okay. Okay. So in this picture you can see binary fission, mitosis and meiosis. All these three divisions, бұл үш бөліну түрлері. Okay? And today's topic is cell division types. Жасушаның бөліну types, түрлері. Виды деления клетки. Cell division type. Okay, деп оқылады. The aim of the lesson is to, деп айтамыз да, explain, түсіндіру, the importance, маңыздылығын of mitosis and meiosis, митоздың және мейоздың, for growth, өсу үшін, and development, даму үшін, of plants and animals, жануарлардың және өсімдіктердің дамуы және өсуі үшін митоз бен мейоздың маңыздылығын түсіндіреміз. Okay? This is the aim. I want you to repeat after me 3 times. Мен қалаймын, сендер менен кейін қайталаңдар 3 рет. Деп балдарға айтамыз, Әр сөзді 3 реттен балдарға айтқызамыз. Бір рет сіз айтқаннан кейін оқушылар оны несесін қайталасын. Сосын сіз екінші рет айтасыз, екінші рет бірге қайталайды. Үшінші рет айтасыз, оларды үшінші рет қайталайды. Egg cell, egg cell, egg cell, sperm cell, sperm cell, sperm cell, haploid, 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 diploid, diploid and diploid, injury, 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 cancer cell, cancer cell, cancer cell, genetic information, genetic information, genetic information, division, 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 reproduction, 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 heal, 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 chromosome, 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 regeneration,
regeneration. Okay, let's go. Then you give translation. Балаларға аудармасын береміз, немесе сұрасақ болады. Балаларға қағаздар таратып берсек, олар өздері толтырсын. Қалай олар ойлайды? Әр сөздің аудармасы қандай болуы мүмкін? Okay. Key terms. It's very important, yes, to explain key terms. Mitosis, division of cell, жасушаның бөлінуі, into two identical cells. Екі identical, идентичный, бірдей жасушаға бөлінуі. Each, әрқайсысы, containing, содержит the same number of chromosome. Бірдей, хромосом санын қамтиды. Митоз деген бір клетканың екі жасушаға, бірдей жасушаға бөлінуі, хромосом несі саны бірдей болады. Meiosis, division of cell, ол да жасушаның бөлінуі, resulting, немен бітеді ол, in 4 cells, 4 жасуша. Each, әрқайсысына, каждый, containing, содержит, half number of chromosome. Half деген жартысы, басындағы жасушаның екі есе аз. 4 жасуша пайда болады, әрқайсында екі есе аз хромосом, чем в первоначальной клетке. Yes? Okay, very good. Skin cells, тері жасушалары, divide by mitosis, бөлінеді by mitosis, митоз арқылы, and close, жабады, the wound, жараны не істейді? Жабады. Okay, this is interesting fact, қызықты факт балаларға. And pre-video questions, видео алдындағы сұрақтар. First, why organisms, не үшін организмдер need mitosis, қажетсінеді митозды. Митоз организмдерге не үшін керек? Екіншісі, why organisms, не үшін организмдер need meiosis. Meiosis не үшін керек? Денемізге. Балаларға сұраймыз, балалар сұраққа жауап береді. Сосын осы видеоны балаларға қосамыз. Видео қарап болғаннан кейін post video questions, видео біткеннен кейінгі сұрақтар. How many cells, қанша жасуша formed by mitosis, митоз арқылы пайда болды, образовались. How many cells, қанша жасуша formed by meiosis, миоз арқылы пайда болды, образовались, And what is, не ол, cell cycle, жасушаның циклы дегеніміз не? Окей, мына жерде түсіндіреміз cell division не екенін, хромосома деген не екенін түсіндіреміз. And мысалы мына суретте, this is nucleus, yes? Nucleus ішінде мысалы не бар? Көп хромосомдар бар, әр хромосомды қарайтын болсақ, үлкейтетін болсақ, ол ДНК-дан тұрады. Окей? Хаплоид деген бір, набор хромосом. Диплоид деген екі, двойной набор хромосом. Ол екі есе көп деген сөз. Мына жерде митоз бен миоздың айырмашылығын көрсек болады. Митоз кезінде one cell becomes two cells. Бір жасушадан екеуі пайда болады, екеуі бірдей. Meiosis кезінде one cell gives four cells. 4 жасуша пайда болады. Және де ең басындағы диплоид жасушамыз, ең соңында 4 хаплоид жасушаға айналады. Екі есе азаяды набор хромосом. Okay. Look at the picture, please. Sperm cells, and egg cell. Now, egg cell are produced, формируются, образуются, пайда болады by meiosis, миоз арқылы. Okay. Activity.
I want you to have some activity. Балдар, давайте сіздермен ойын ойнайық. Use a paper, қағаз қолданыңыз, to make cubes. Кубик істеу үшін, осындай суреттегідей. Write words, үстіне сөздерін жазамыз, и сосын балдармен оны ойнатамыз. Now throw dices, жаңа дайын кубиктарды не істейміз, лақтырамыз. And бірінші кубикте бізде тек қана етістіктер болады, мынаны істе, мысалы мынаны жаз, мынаны аудармасын бер. Explain word on cube 2. Екінші кубикте уже митоз, майозис, cell division деген бізде сөздер болады. Сонда екі кубикті де балалар лақтырғаннан кейін, біріншісінде түсіндір, аудар, сыз, жаз деген сөздер тұрады, екіншісінде жаңа терминдер тұрады. И екі кубиктің қайсында қандай етістікпен қандай сөз шықты, балалар соны айтып, жазып, түсіндіріп, аударып істеу керек. And literacy, it's very important. Literacy өте маңызды. Сауаттылық деген сөз. Literacy сабақ біткеннен кейін балалардан біз осы сұрақтарды сұрауымыз керек. Ол балалардың қаншалықты сабақты түсінгенін көрсетеді. Let's go. What occurs? Что происходит? Что появляется? If reproductive cells, егер репродуктивный көбею жасушалары are formed by mitosis, митоз арқылы құрылса. Балалар ойландырады. Бізде жаңа reproductive sperm cell, egg cell деп айттық қой, көбею гамета жасушалар. Олар миозбен пайда болады бізде. Олар митозбен пайда болатын болса, не болады? Explain, түсіндіріңіз деп балдардан сұраймыз. Қызық, балдар көрейік не айтады. Екіншісі, why is regeneration, не үшін регенерация, not done, істелінбейді, не делается, by meiosis, не үшін миоз арқылы регенерация жүрмейді. Біз білеміз ғой регенерация, митоз арқылы жүретін, бір жасуша, екі жасуша болады, сөйтіп бөлініп, жаңа жара болған жерлерін несейді, жасушалар қаптап, жауып тастайды. Ол миоз арқылы болатын болса, не болады дейді. And үшіншісі, cells formed by mitosis. Жасушалар пайда болған, образованные, by mitosis, митоз арқылы, are known, олар аталады, білінеді, қалай? Daughter cells. Дочерние клетки деп аталады. Қыз жасушалар деп аталама. Explain why. Түсіндіріңіз, не үшін? Окей? Балалардан осыны сұраймыз. Балалар әртүрлі қызық сұрақтарын көреміз. Көмектесеміз жауап беруге. And very interesting. Обязательно осы нені беруіміз керек балдарға. Өте қызық және ойландырады математика жағы. If, егер, cell, жасуша, fully, полностью divides, бөлінсе, in 30 minutes, 30 минутта, бір жасуша 30 минутта бір рет бөлінсе, how many cells, қанша жасуша will be produced, пайда болады, образуется, from one cell, бір жасушадан in 12 hours, 12 сағатта. 30 минутта бір жасуша, екі жасушаға айналады, енді 12 сағатта қанша бізде жасуша пайда болады. Бұл өте маңызды. Бір бөлінген жасуша, екі бөлінгеннен кейін әрқайсысы тағы да бөліне бастайды. Оны ұмытпаңыздар. Балдарға біраз уақыт есеп шығарғаннан кейін жауабын көрсетсеңіз болады. 2,24 дәрежесінде. Ол өте көп. And in the end we give homework, research time, қызықты үй жұмысын. Research scientific materials, әртүрлі материалдар, зерттеу материалдары, ғылыми. Write, балдарға не істейміз? Осындай әртүрлі қызықты материалдарды ғылыми зерттеңдер, research, исследуйте, and write, жазыңыздар, 150 to 200 words, 150-200 сөз, эссе. Қандай тақырыпта? On topic, what would be, что было бы, не болар еді, if, егер,
there wasn't any mitosis. Ешқандай митоз өмірімізде болмаса. Если не был митоз в нашей жизни, не болар еді. Деген балдардан сұрап көрейік. Олар ойлансын, үйде оқысын, интернеттен көрсін. Егер уақытыңыз сабақта қалып жатса, мынау сұрақты да сұрап жесеңіздер болады. Crazy question, қызықты сұрақта. Жазушы ішінде бірінші не пайда болды? ДНК ма, немесе ДНК синтездейтін ақуыз ба? Қалай ойлайсыздар? Балдар біраз ойланғаннан кейін, жауабын береміз. They must synthesize in the same time because they create each other. Олар екеуі бір уақытта пайда болу керек. Because өйткені they олар create не істейді? Құрады, создают each other, бір-бірін құрады. Okay, thank you very much. I wish you good luck. Видео бойынша сұрақтарыңыз бар болса, комментарий жазыңыздар, хабарласыңыздар, бір нәрсе түсініксіз болып жатса. Кейбір қателерін көріп қалсаңыздар, оны да жазып айтыңыздар. Осыған ұқсас видеолар басқа тақырыптарға керек болып жатса, жазыңыздар комментарийға. Құдай қаласа, онда түсіріп сізге көмегімізді береміз. Бірақ бұл видеоны балдарға сабаққа қоймаңыздар. Бұл видео тек қана сіздердің балаларға көмектесулеріңіз үшін арналған. Okay? Thank you very much. Wish you good luck. Бәріміз үйде отырайық, аман болайық. Қош сау болыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.